Балален. Таңертең Айдос пен оның кішкентай андроид досы терезе алдында тұрды. Көшеде балалар рюкзактарын асып алып, мектепке кетіп бара жатты. Андроид ұзақ қарап тұрды да сұрады: «Айдос, олар қайда бара жатыр?» «Мектепке», деді Айдос. «Мектепте не істейді?» «Балалар сабақ оқиды, жазады, тыңдайды, үйренеді. Және де достар табады». Андроидтың көздері жайнап кетті. «Мен де мектепке барғым келеді», деді ол. Айдос жымиды да артынша ойланып қалды. «Барғың келетіні жақсы, бірақ сен қазір осы түріммен барсан, бәрі таңғалады ғой». Андроид өзіне қарады. Темір қолдары мен кеудесіндегі жүрек шамына қарады. «Яғни, мен бара алмаймын ба?» «Жоқ», деді Айдос. «Тек бәрі сені бірден түсіне қоймайды». Андроид үндемей қалды. Бірақ бір сәттен кейін оның көздері жарқ ете түсті. «Онда олар мені түсінетіндей етемін», деді ол. Ол бірден шкафқа қарай жүгіріп кетті. Бөлмеден сықырлаған, тарсылдаған дыбыстар естілді. «Не істеп жатырсың?» деді Айдос. Біраздан соң андроид қайта шықты. Басында үлкен кепка, көзінде дөңгелек көзілдірік, басында қисық парик, мойнында ұзын шарф, арқасында үлкен рюкзак. «Қалай, енді мен кәдімгі оқушы сияқтымын ба?» деді ол. Айдос күліп жіберді. «Сен өте қызық оқушы сияқтысың. Бұл жақсы ма?» «Жақсы, бірақ сәл тым ерекше». Андроид байсалды түрде: «Егер мен андроид болып бара алмасам, онда оқушы болып барамын», деді. Айдос оның шынымен барғысы келетінін түсінді. «Жақсы, бірақ тыныш жүр, жарайды ма? Аз сөйлеп, ұқыпты бол». Екеуі мектепке қарай жол тартты. Жол бойы андроид өзін кәдімгі бала сияқты ұстауға тырысты. Бірақ ол тым қатты тырысты. Андроид тым түзу жүріп, қатты басын изеді. «Жай жүр», деді Айдос. «Сен робот сияқты жүріп барасың». «Мен қалыпты жүріп барамын», деді андроид. «Жоқ, тым қалыпты». «Түсіндім, сәл азырақ қалыпты жүремін». Айдос тағы күліп жіберді. Мектепте жеткенде есіктің алдында апай тұр екен. «Сәлеметсіңдер ме, балалар?» деді ол. «Сәлеметсіз бе?» деді Айдос. Апай андроидқа қарады. «Сен жаңа оқушысың ба?» Андроид бір сәт кідіріп: «Иә, мен жаңа оқушымын», деді. «Жақсы, кіріңдер», деді апай. Ішке кірген соң андроид ақырын айтты: «Жоспарымыз іске асты». Сыныпқа кіргенде балалар партада отыр екен. Айдос пен андроид бос орынға барып отырды. Бірақ андроидтың рюкзағы партаға сыймай қалды. Көзілдірігі қисайып, шарфы орындыққа ілініп қалды. Жақын отырған бала оған қарап: «Сенің рюкзағың тым үлкен екен», деді. «Иә, мен көп оқып, өте білімді болғым келеді», деді андроид. Айдос жай ғана: «Ол әзілдеді», деді. Сол кезде апай тапсырма берді: «Балалар, бүгін өздеріңе ең қымбат адам туралы сурет салыңдар». Балалар сурет сала бастады. Андроид та қарындашын алды. «Кімді саласын?» деп сұрады Айдос. «Ең қымбат адамымды», деді андроид. Ол Айдостың суретін өте мұқият, шын көңілмен сала бастады. Бірақ дәл сол кезде оның көзілдірігі түсіп, паригі де қисайып кетті. Сыныптағы бір баланың қарындаштары жерге шашылып қалып еді. Андроид бірден орнынан тұрып, бәрін тез жинап бастады. Сол сәтте оның перчаткасы сырғып, темір қолы көрініп қалды. Сыныптағылардың барлығы аң-таң болып үндемей қалды. «Ол робот па?» деді бір бала. Андроид орнында қатып қалды. Сосын ақырын басын төмен түсірді де: «Кешіріңіздер, мен жай ғана мектепте барғым келді. Мен де басқа балалар сияқты сабақ оқығым келеді. Сондықтан өзімді оқушы сияқты көрсеткім келген». Апай ақырында оған жақындады. Ол алдымен андроидқа, сосын оның салған суретіне қарады. «Сен шынымен оқығың келе ме?» деп сұрады ол. «Иә, өте қатты қалаймын», деді андроид. «Неге?» «Өйткені мектепте балалар көп нәрсеге үйренеді. Мен де үйренгім келеді. Мен де жақтырақ болғым келеді». Апай жымиып қойды. «Мектепте келу үшін ең маңыздысы костюм емес», деді ол. «Ең маңыздысы үйренгің келуі. Ал сенің үйренгің келіп тұр». Мектептен шыққанда андроид суретін құшақтап ұстап келе жатты. «Айдос, ертең тағы келеміз бе?» деп сұрады ол. «Әрине», деді Айдос. «Париксіз бе?» Айдос күліп: «Иә, париксіз». Андроид байсалды түрде басын изеді. «Жақсы, онда ертең мен өзім болып келемін». Балалан, бізбен бірге ойна, күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол!